Оны шын ақыл болсаң, билік пен халықтың арасында алтын көпір бол. Әйтпесе, тәуелсіз мемлекеттің өкіметін ұйымдасқан қылмыстық топ деп айтқанымыз үшін соттап жүруге болады. Опса жасағаның үшін. Жыл сайын қанша бастық сотталады, сонда да келет тонау тыйылмастан. Жымқырған әкімдерде жабылуда қалтаға қазынадан тыйым басқан. Генерал, полковниктер сотталады. Жеп жүрген ауыздары жиылмастан. Олаздай замминистр сотталады, алғаны ауызына бұйырмастан. Значогын Нұр Отанның тағып алып, қанша алаяқ көп ақшасы қиырғасқан. Бүгінгі билігіміз билік емес, қылмыстық топ секілді ұйымдасқан.